Аштан жаралған, жан нұрынан нәр алған. Ал біз өзіміздің сарқырамаға дейін жүрісімізді бастайын деп жатырмыз. Бастан бастайтын болсақ, машиналар, автокөліктер келіп артынан сол жерге тоқтайды. Жалпы әркім өз көлігімен келе ме? Мысалы біз таксимен келдік. Таксимен қаланың ортасынан Сумнан 45 минутта жеттік. Такси келіп бізді түсіріп кетті. Одан кейін мына жерде дүкендер бар, отандық брендтер көрсетілген. Мысалы мен өзіме мынандай күшті пончо сатып алдым. Қазақтың ою өрнектерімен. Бұның бағасы 28 000 теңге. Ішінде толстовкалар да бар, түрлі футболка, шапандар барлығы да тұр. Оның қасында шай, кофе ішетін кафелер, балаларға арналған тәтті дүкені де бар. Сатушылар қазақтың әшекей бұйымдарында, сөмкелерінде сатып жатыр екен. Ар жақта дәретхана, сосын жол міні былай басталады. Мынау жаяу жүретін адамдарға арналған жол. Бұны анандай ағаштармен жасап қойған. Артымда тұрған тас төселген жол. Кішкентай гольф карлар дейді ғой, сондай машинамен Сарқырамаға дейін көтеріледі. Ары және бері түсудің билеті бір машинаға 3000 теңге екен. Атмосферасы өте керемет. Қараңыздар, мен артымда үлкен кісі қазір скандинавский палочкамен келе жатыр екен. Жалпы сондай палкамен келген ыңғайлы. Дайындалып келген деген ғой, аяққа кроссовки киіп, үстіне жаңағы спорттық киім киіп келген. Кейбір адамдар мұнда күннің көзіне арқасын қыздырып отыр орындықтарда. Кейбір адамдар мына жақта жастар доппен ойнап жатыр. Ал мына жақта көрпелерін алып келіп пикник жасап отырған адамдар да бар. Сондықтан да, яғни Алматыға келген қонақтар Аюсайды өздеріңіздің чек-листтарыңызға қоссаңыздар болады. Жер судан кейін қайтып түсіп келе жатырмын, және сіздермен өзімнің эмоциямен бөліскім келіп тұр. Жалпы төменде тұрған кезде сен көтерілгің келмейді, былай қарап тұрасың да, ой, қиын, алыс деп. Бірақ өзіңе алдыңа мақсат қойсаң, және сол мақсатқа жетсең, эндорфиндар, мынандай бір керемет көңіл күй сезімі пайда болады да, я, мен алдыма қойған мақсатқа жеттім деген сияқты. Мен мұнда мысалы тауды мысалға алып тұрсам, өмірде, өмірлік жағдайларда да солай болып тұрады. Артымдағы ағаштар, шыршалар, мұнда қараңыздар, судың дауысы, таза ауамен, және қасында жақсы серіктестерін болса, солармен керемет әңгіме айтып көтерілгенге не жетсін. Аюсай демекші, артына сай, артымда аюлардың мүсіні тұр. Барлығы сол жерге келіп суретке түседі. Аюсайдың бұл визитный карточкасы. Міне артында да қолдың мүсіндері қызық, ерекше, үлкен-үлкен ондай қолдар. Менің ойымша бұл табиғатты аялайық деген бір мағынаны білдіретін сияқты. Білмеймін, мен басыма бірінші сондай ой келіп тұр. Қол, сонымен қатар ағаш, яғни барлығымызда табиғатты аялайық. Қайырлы кеш, бүгінгі күнді сіздерге енді қорытындылайын. Алматыға келген кезде мен әрдайым тауға баруға тырысамын, себебі таудан бір күшті энергия, күш қуат аламын өзіме. Осы жолы Аюсайға бардық. Аюсайда мен бірінші рет болуым.
Енді медеу Шымбұлақпен салыстырғанда ерекше, атмосферасы да, сарқырамасы да бар екен. Таңертең барғаннан кейін адам аз болды, сосын сағат 2-лерде қалаға қарай бері шыққан кезде кептеліске тұрып қалдық. Жоғарыда біздің ұлттық тағамдарды ұсынатын Тары дейтін кафе бар, бірақ біз ол жерден тамақ ішпей, Наваи көшесінің бойымен төмен түсіп, Сәуле деген мейрамхананы таңдадық. Территориясы жақсы, таза кафе екен. 5 деген бағадан мен 4 берем. Средний чек адам басына 7-8 мың теңге. Тамақтанып, қалаға түсіп, серуендеп, міне отельге келіп демалып отырмын. Отель Меркурий деген Абылайхан даңғылының бойында орналасқан. Бұл блогты түсірем деген ой болған жоқ. Алматыға басқа себептермен келген едік. Бүгін аяқ астынан тауға барғаннан кейін сценарийсіз, еш нәрсесіз сөйтіп түсіріп бастап кеттім. Енді сіздерге отельді де көрсетейін. Шетелдік блогтармен қоса Қазақстанды да түсіруге шештім, себебі осы жақында құрбылармен сөйлесіп отырған кезде солар айтты, жалпы біз Қазақстанда отельдерге тоқтамайды екенбіз, Қазақстанның ішінде көп қыдырмайды екенбіз деп. Қазіргі осы соңғы 2 жылдықта Қазақстандағы туризм өте жақсы дамып келе жатыр. Өзіміздің халқымызда, шетелдіктер де көп келіп жатыр, барып жүр ары беріп. Сондықтан да мен де Қазақстанның осы туризмінің өсуіне, өркендеуіне бір мынандай кішкене де болса өзімнің септігімді қосу мақсатымен Қазақстанның қалалары, жерлері туралы да басқа да осындай кішігірім видео түсірем деп өзім шештім. Бұл бағыт ұнап жатыр. Сондықтан да мен бастамамды қолдап қойыңыздар. Арнама өтіп, басқа да түрлі қалалардан, түрлі мемлекеттерден видеомды көріп тамашалауға шақырамын. Бізге номерді 10-шы қабаттан берді. Жалпы отель 11 қабатты. Соңғы қабатында спа орналасқан. Ол спа номердің құнына кіреді. Коридорлар кең екен. Номерге кірген кезде санузел мынандай кең, үлкен, біздің қазақша размер, алдындағыдай емес, Европада түсіргендегідей. Жалпы орын көп, барлығын тізіп жайып қоюға болады. Кең, жарық, қайтып кеткендей. Енді номерге кеттік. Мына жақ бетте шкаф. Ашқан кезде жаңа отель көрініп тұр. Иістері де бәрі сондай жағымды. Жерде сейф, шай ішетін. Сосын үлкен айна, телевизор, жалпы төсек. Маған отельдің ұнағаны ол мынандай ұлттық нақыштағы символика барлық жерде орналасқан. Номерда да көрдіңіздер ме? Үлкен, мынандай жарға жасаған екен. Қараңыздар, мынандай картиналар, көп мынандай картиналар барлық отельде де, тамақ ішетін мейрамханасында да көп екен. Мында қазір көрінбейді, қараңғы болғаннан кейін ертең сіздерге түнде видті де көрсетем, көріністі. Өте әдемі. Мына жақтан қазір көктөбе жанып тұрғаны көрініп тұр. Каша есть. Да, бар екен. Морковный суп bizden сорпа. Анау тауық екен.
Оның қасына макарон бар. Гарнир. Мына жақта піскен жұмыртқа, сосын хаш браун. Хаш браун жақсы көремін мен. Мына жақта сіздерге түсірген сияқтымын. Сырдың түрлері, балықтың түрлері, творог, қаймақ, жеміс жидек ар жақта, көкөністер. Моя зеленая тарелка. Ас болсын деп мен өзімнің алған тарелкамнан асымды бастайын. Бірінші осыны жеп алам. Одан кейін не аларым білмей отырмын. Мне огурцы. Как? Я, біз бүгін екінші күн мұнда. Және таңғы астардың барлығы дәмді. Ұнап жатыр. Кашаны кеше жеп едік, бүгін жеп отырмыз. Дәм жақсы екен. Қандай керемет көрініс. Мына жақта джакузи қабылдап жатып, осындай көрініспен қалаға қарап, тауға қарап рахаттанып жатасың. Адам бар ішінде, сол үшін түсіргім келіп тұрған жоқ негізі. Жаттығу залы да бар екен. 11-ші қабатта бар болғадан. Бүгін Алматы қаласында менің соңғы күнім. Серуендеуге шықтым. Бүгін ауа райы өте қолайлы. Міне тағы да Арбатта жаяу жүріп келе жатып, Аққу деген мейрамхананы көріп қалдым. Соған тамақ ішуге кірдім. Бұл мейрамхана ашылғандығы туралы естігенмін. Қараңыздар, барлығы бұрынғы стильде жасалған, стакан компотпен. Я, нағыз сол бұрынғы кездегі компоттың дәмі. Және котлеті заказ бердім. Тауықтан Қазақстан котлет, қараңыздар, ыдыстар да. Алматының вайбы әрқашанда ерекше ғой. Тура алдымда су бұрқақтыр, тағы да біреу.
Kız